Келесі екінші сан бірінші санға еселік болатын сандар жобын теріп жазыңдар. 4 саны ол бірінші тұрған сан, 12 саны екінші тұрған сан. Еселік болу үшін 12 саны 4 санына бөліну керек. Бізде 12 саны 4 санына бөлінеді, сондықтан да еселік бола алады екен. Сонда 4 және 12. Екінші 36 саны 9 санына бөлінеді, сондықтан да еселік бола алады. 9 және 36. Келесі 90 саны 25 санына бөлінбейді, сондықтан да еселік бола алмайды екен. 51 саны 27 санына бөлінбейді, сондықтан да еселік бола алмайды. Дәл солай 15 саны да 7 санына бөлінбейді, сондықтан да еселік бола алмайды. Одан кейінгі 6 мен 42 саны бөлінеді. 6 және 42-ні жазамыз. 15 және 75-ті жазамыз. Соңғы 32 және 96. Және 96. Яғни осы жұптар бізде еселік болатын жұптар екен. Келесі төртінші есеп. Балалар бақтан 93 алма, 87 алмұрт және 129 өрік теріп алды. Олар алмалар санын бірдей етіп, алмұрттар санын бірдей етіп, және өріктер санын бірдей етіп бөліп алды. Жеміс жинауға неше бала қатысты? Бізде 93 алма жиналған. 87 алмұрт. 129 өрік жиналған екен. Және осы жемістерді балалар бірдей қылып бөліп алған. Сонда осы 3 санға да бөлінетін санды табу керекпіз. Яғни ең үлкен ортақ бөлгішін табу керекпіз. Мысал ретінде бірді қарастырсақ болмайды, 2-ден бастаймыз. 2-ге 3-еуі де бөлінбейді. Енді 3-ті қарастырайық. 3 бізде 9 бен 3-тің қосындысы болса 12 саны, 12 саны 3-ке бөлінеді. Яғни 93 саны 3-ке бөлінеді екен. Дәл солай 87-ні қарастыратын болса 15 шығады, 15 3-ке бөлінеді. Дәл солай 129-да 3-ке бөлінеді. Сонда бізде 3 бала болғаны, яғни 3 бала осы жемістерді бірдей қылып бөліп алды. Келесі 5-ші есебіміз 0, 1, 2 және 5 цифрларын әрқайсының бір рет қана пайдаланып, 2-ке бөлінетін, 5-ке бөлінетін және 10-ға бөлінетін 2 таңбалы сандар жазыңыздар делінген. Бірінші 2-ке бөлінетін сан құрастырсақ, 2-ке бөлінетін сандар ол бізде жұп сандар. 10 деп жазаламыз. 10, 12. Келесі 20 деп жазайық. 20, 20, так, 21 болмайды. Енді 5-ке 52 болады бізде, және 50 сан құрастырсақ болады. Яғни 5 саны шығады екен. Екінші 5-ке бөлінетін. 5-ке бөлінетін сандар ол 5 санымен және 0 санымен аяқталатын сандар. Сонда 10 санын жазсақ болады, 15 санын жазсақ болады. Дәл солай 20 санын жазсақ болады, және 25 санын жазсақ болады. Және 50 санын жазамыз, және 50 санымен аяқталады. Сонда 5 сан болып құрастырылады екен. Келесі үшіншісі 10-ға бөлінетін сандар. Ол 10, 20 және 50 саны екен.